Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім. Бүгінгі сабақта сөйлемнен сан есімді табасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бересіңдер. Балалар, сан есім дара және күрделі сан есім болып бөлінетінін сендер білесіңдер. Дара сан есім бір сөзден тұрса, күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады. Ендеше, мұндағы берілген сан есімдерді дара және күрделі сан есімдерге топтастырайық. 70. Дара сан есім. 11. Күрделі сан есім. 85. Күрделі сан есім. 60. Дара сан есім. 33. Күрделі сан есім. 92. Күрделі сан есім. 50. Дара сан есім. 1000. Дара сан есім болады. Жарайсыңдар балалар, сендердің қолдарынан келді деп ойлаймын. Келесі берілген түйе мен түлкі атты ертегіні оқимын. Мұқият тыңдаңдар. Түлкі тоғайда түйені көреді. Денесі ойқы, шойқы, олпы-солпы екен. Түлкі оны алыстан аңдып жүреді. Бір күні түйе өзеннің арғы жағына өтеді. Оны бақылап тұрған түлкі, «Уа, түйе, су терең бе екен?» деп сұрайды. «Терең емес, дүзеден ғана келеді», дейді түйе. «Дүзеден ғана болса, таяз екен», деп түлкі түйе жаққа өтпек болады. Суға түседі де арғы жағаға бет алады. Өзеннің ортасына да жетпей, бір батып, бір шығып, қақалып шашалып, суға тұншыққан түлкі түйеге айғай салады. «Тізеден дегенің кәне? Мен батып барам ғой». Сенің тізең мен менің тізем бірдей ме? Әлім білмеген әлек деген осы, дейді түйе. Балалар, ертегі мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Түлкі түйені қайда көрді? Түлкі түйені тоғайда көрді. Түлкі өзенге неге батты? Себебі өзен терең еді. Әлін білмеген әлек дегенді қалай түсінесіңдер? Күші жетпеген іске араласқан адам әуре сарсаңға түседі. Сол үшін істің байыбына барып, әрекет ету керек. Келесі берілген мәтінді көшіріп жазыңдар. Зайсан көлі Шығыс Қазақстан облысында орналасқан. Көлдің ұзындығы 100 километрден асады. Тереңдігі 8-9 метр. Балалар, мәтіннен сан есімдерді табайық. 100, 8, 9. Сан есімдер сөйлемде қай сөзбен байланысқан? 100 километр сөзімен, 8-9 метр сөзімен байланысып тұр. Балалар, ендеше Зайсан көлі туралы бейнематериалға назар аударыңдар. Зайсанның пайда болғанына соншама уақыт өтті ме, жоқ па, о жағын айта алмайым. Бірақ бұл көлдің тарихы тереңде жатқаны ешқандай дау тудырмайды. Зайсан туралы аңыз әңгімелер талай ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатыр. Адамзат бұл көлді қашанда ерекше қадірлеген, себебі ол өзіне тіршілік сыйлайды. Көлдің ұзындығы 111, ал ені 48 шақырым. Орташа тереңдігі 5-6 метр болады. Зайсан деген атауы бір жағынан әдемі деген мағына берсе, екінші жағынан балық деген сөз. Расымен ақ көл ландшафтының сұлулығын көргенде қайран қаласың. Ал оның тарихын зерттей бастасаң, таңданысың бұрынғыдан да артады. Зайсан ағынды көл. Балыққа бай болғандықтан оны ежелгі заманда жомарт жебеуші деп атаған. Маңайындағы жұрт түгел осы көлдің арқасында күн көрген.
Ал бүгінде Зайсанды 23 түрлі балық мекендейді. Солардың ішінде 17-сі кәсіпшілік мақсатымен ауланады. Жергілікті халық 19 ғасырда бекіре тұқымдас балықтарды аулау үшін ғана пайдаланатын арнайы қайықтар жасаған. Бұл балық түрінің көлде көп болғаны сонша, ау құралдарына балаларды мүлдем жолатпаған. Себебі күші көп ірі балықтардың қайықты аударып жіберуге де шамасы жететін. Ондай жағдай болса, балалар ауға оралып қалар еді. Бейнематериалдағы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Зайсан көлінің жанында балықшылар тұратынын білдіңдер. Ендеше қазіргі өлеңіміз балықшының ұлымын деп аталады. Өлеңді бірге оқиық. Сескен беймін дауылдан, сел кетпейтін таудаймын. Ақ теңізде айдыннан, ақ сазандар аулаймын. Батыр екен өзі деп, үлкендер де мақтайды. Жетілетін кезі деп, талабымды жақтайды. Ел сенімін ақтайтын балалардың бірімін. Мәңгі тыным таппайтын балықшының ұлымын. Балалар, келесі тапсырмамыз балықшылар туралы. Қане сұраққа жауап беріп көріңдер. Бір топ бала туғаннан 15 балық ұстадық. Бөліскенде оларды тиді әркімге 3 балық. Сынайын бір ал сені, бала саны қанша еді? Бала саны 5. Дұрыстап алдыңдар ма? Мұндағы сан есімдерді табайық. Олардың қай сөзбен байланысқанын табыңдар. 1. Бір топ сөзімен байланысқан. 15. 15 балық сөзімен байланысып тұр. 3. 3 балық сөзімен байланысып тұр. Мұндағы 1, 3 дара сан есім. 15 күрделі сан есім болады. Берілген сандарды сөзбен жазыңдар. 1991. 15. 1000. 155. 100. Мұндағы 1991 күрделі сан есім. 15 күрделі. 1000 дара сан есім. 155 күрделі сан есім және 100 дара сан есім болады. Күрделі сан есімнің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылатынын естеріңнен шығармаңдар. Балалар, берілген сан есімдерге сөйлемдер құрастырайықшы. 1991 жылы біз тәуелсіздігімізді алдық. 15 мамыр әпкемнің туған күні. Атам маған 1000 теңге берді. Мен 155 пәтерде тұрамын. 100 сомың болғанша 100 досың болсын. Мұндағы сан есімдердің сөйлемде қай сөзбен байланысқанын тауып көрейік. 991 жылы сөзімен байланысқан. 15 мамыр сөзімен байланысқан. 1000 теңге сөзімен байланысқан. 155 пәтер сөзімен байланысқан. 100 сомың, 100 досың сөздерімен байланысқан. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сендер сөйлемнен сан есімді таптыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бердіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.